Сіздің кім екеніңіз керек маған. Ha? Bir şey mi topladın? Yok hayır değil mi? Telefonu koşup duran yok mu? Gittim arabaya. Gittim Joseph. Gittin misin? Жұмыста істеймін андай. Sen kimsin o? Проблема не. Соңғы барып тексеріп бер, не проблема? Соңғы барып тексеріп бер, не проблема да бұл. Kimsin sen? Соңғы тексеріп бер, не проблема? Судья высокомерный смай, Sen kimsin o? Судья высокомерный смай. Sen kimsin diyeyim o? Судья высокомерный смай. Sen kimsin? Судья высокомерный смай дем. Sen kimsin? Саған ай. Tamam. Tamam şu. Жоқ, неге жауып тұрған деп жарым да? Сізге апарып қосып салып. Жоқ, маған киіп жауып тұр ғой. Маған камераны қараймыз. Кеттік ішке барайық. Жоқ, түсінмеңіз. Үкімет бермейді сіздерге. Үкімет атқарушы береді ғой. Ішкі істер органдары береді. Телефоныңызды өшіріп. Неге? Неге өшірем? Жоқ, мына 419. Айтып жүріңізші, есіміңіз кім сіздің? Ақтолқын. Неге өшірді отырсыз телефонымды? Мен сіз ескертпесем. Неге ескертемін? Мен полиция қызметкерімін, сізге ескертетін. Енді мен сізге түсіндіріп отырмын ғой, заңмен. Енді түсіндіруге міндеттелесіз ғой, енді міндетсінбесеңіз ше, міндетсіз ғой. Айта қойыңыз. Мен сізге айтып отырмын, Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 419 бабына сәйкес жалған жауап берген үшін жауаптылыққа ескертілген қол қоясыз деп тұр. Енді маған соны қағаз жүзінде көрсетсеңіз, бізде Қазақстан Республикасы Конституциясының 18 бабының 3 тармағы бар. Сол жерде жазылады, мемлекеттік органдар және соған теңестірілген органдар қажет болған жағдайда қажетті құжаттармен таныстыруға міндеттеледі дейді. Біз ата заңнан ештеңе биік емес қой бізде. Мына заңға жатпайды ғой. Мына білмеймін ғой, бланкі ғой просто. Кімнің қолымен жазылып? Бланкі. Бланкі компьютерден өздеріңіз шығарып бересіздер, кез келген уақытта. Солай ғой. Ол кез келген уақытта шығарып. Сіз бас тартасыз ба таныстырудан? Бас тартсаңыз бас тартамын деп айтыңыз. Бас тартып отырған жоқпын, сіз таныстырып. Енді алып берсеңізші маған заңмен. Әділетпен планшеттеріңіз бар ма? Болса планшет. Енді қалай болады? Мен сені қалай айтамын. Қалай жүземіз енді арасында? Или қол қоймаймын ана жерге. Сіз ары қарай айта беріңізші, мына жерде кімге арызды кім? Белгісіз адам ғой. Так, бүгін 31 ғой. 2023 жылы. Сізге қалың. Арызды қабылдаған жүйе. Болды ма? Қол қойды. Арызға қоймайын ба? Мен бірінші арыз қоймайын ана қолы. Жаңа сіз қол қоймайын дедіңіз. Соны енді маған алып келе қойсаңыздар заңды. Мына жерге қоясыз, мен сіздің айтуыңызбен жазып тұрмын. Маған алып келсеңіздерші заңды. Талап етіп отырмын ғой мен сізге. Ұялы телефоннан оқымаймын. Жоқ, маған әділет болса, әділеттен қараймын. Бірақ мемлекет берген құрылғы болсын. Кім айтты оны сізге? Ондай қайын шаруа? Жоқ, мен сенбеймін ғой. Мына бланкі мынандай еще да? 2022 емес қой қазір. Басқа бланка 2023 бланкысын алып келе қойыңыз. Толқынхан, бізде номер беріп бар ғой, ішкі істер органдарын білесіз ба? Әділеттен оқып... Жоқ, оқып бермеңіз маған. Маған алдым ма? Мен сіздің сөзіңізге сенбеймін, Толқынхан. Неге мен полиция қызметкері? Үй жоқ, полиция қызметкері болсаңыз. Мен мына жерде өтірік Жоқ, бізде қандай дәлел не бар? Полиция қызметкерінің сөзі бізде сенуге тұрарлық зат деген. Ешқандай ешқандай заң бұзушылық жасап отырсыз ғой енді. Мен сізге айтып отырмын ғой. Кодекстен көрсете қойыңыз. Я болмаса әділеттен көрсетіңіз, мемлекет берген құрылғы болсын бірақ. Мен сіздің құрылғыңыз керек емес маған айтып отырмын тағы да. Бас тартсаңыз, бас тартамын деп айтыңыз. Мен сізге бас тартамын. Енді онда Конституцияның 18-13 тармағын орындай қойыңыз. Жақсы оқып берсейші. Жоқ. Ауызша мен қате болса сен. Жоқ, кешірерсіз. Мен олай емес, маған алып келіңіздер ем қағаз жүзінде. Мен мысалы айтамын қазір, Назарбаевтың баласымын деп сенесіздер ма? Қате болса анықтап алыңыздар онда. Солай ғой. Қате болған жағдайда. Бланкіде жазып, менде бланкіде жазып тұр, бланк. Жоқ. Қазір алып келіңіздер, мен жүрмеймін ғой.